Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода ағылшын тілі пәнінен 4-ші тоқсанның біріне талдау жасап беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын ең алдымен каналға тіркелмегендеріңіз болса, міндетті түрде тіркеліп алайық. Ендеше бастаймыз. Бізде бөлім Healthy Habits, яғни осы бөлімге арналған БЖБ тапсырмасы. Орындауға берілетін уақыты 20 минут. 2 тапсырма бар бұл жерде. Біріншісі listening, яғни тыңдалым екен. Task 1, тыңдалымды тыңдаймыз. Бірінші тапсырма орындаймыз. Listen to the conversation and fill in the gaps. Use no more than 3 words. Яғни тыңдалымды тыңдаймыз дейді, және де 3 сөзден артық сөзбен сипаттамаймыз. Яғни 3 сөзге дейінгі сөздер жазуға болады дейді. Бірінші оқимыз. I never used to worry about my health until recently. When I was a kid, I did loads of exercises. Even my 20s and 30s, I was very fit and never ill. I have been lucky all my life, always in the best of health. I rarely get even cold. I suppose time catches up with you. Now I seem to be getting lots of little itches and pains. I should go to the doctor for a health check, but I'm too busy. The older you get, the more you worry about your health. One good thing is that I'm eating more healthily now than ever before. I no longer have fast food and midnight snacks. I also sleep a lot more. I have read that getting 7 or 8 hours sleep every night is one of the best things you can do for your health. Яғни мына бос орындар негізі сарымен белгіленгендер негізі бос орындар болатын. Осы бос орындарды тыңдалымдағы сөздер бойынша толықтырып жазу керек болатынбыз. Яғни жаздым, мұқият жазып аламыз. Келесі екінші тапсырма writing, яғни жазылым. Pre-writing activity. Part 1. Look at some healthy habits, pictures, and brainstorm your ideas. Яғни мына суреттерді өзіміздің ойымыздағы сөздермен, яғни сәйкес етіп, сипаттап жазуымыз керек. Бірінші, do sports, яғни спортпен айналысу дейді. Екінші, drink water, яғни су ішу дейді. Үшінші, exercise, жаттығу жасау. Төртінші, control weight, яғни салмақты бақылауда ұстау. Бесінші, eat healthy things, яғни пайдалы тамақтану дейді. Төртінші, have regime, яғни режимді сақтау дейді. Келесі екінші бөлімі part 2, write down about 4 healthy habits you know. Өзің білетін 4 пайдалы привычка дегеніміз пайдалы әдеттерді жаз дейді. Бұл жерде бірінші introduction, main body, conclusion, яғни introduction дегеніміз бұл кіріспе басы, main body дегеніміз маңызды бөлігі, яғни ортасы, және conclusion дегеніміз бұл ең соңғы қорытынды бөлім. Бірінші introduction, what healthy habits you know and what the most important are. Қандай сен пайдалы әдеттерді білесің дейді. Сол жайында жазу керек. Бірінші, there are a lot of things that can be healthy habits, like doing sports, exercising, drinking plenty of water, eating healthily, and having a regime of your day. In my opinion, all of them are important in keeping fit. Яғни бұл жерде айтылған қысқаша аудармасын айтып берейін. Бұл пайдалы әдеттер, бұл спортпен айналысу, жаттығу жасау, және де көп су пайдалану, яғни көп су ішу, пайдалы тағам жеу және режимді сақтау, күні бойы режимді сақтау дейді. Менің ойымша осының барлығы біздің денсаулығымыздың жақсы болуына әсер етеді дейді. Main body, ортаңғы бөлім, яғни маңызды бөлігі. Firstly, біріншіден, drinking a lot of water and having healthy diet is good for your health because it helps your organism to work better and provides it with minerals and vitamins. Біріншіден, су ішу бұл пайдалы диета ұстау және де денсаулықты жақсарту дейді. Себебі бұл біздің организмнің жұмыс жасауына жақсы әсер етеді және көптеген витаминдер мен минералдармен бірге тұтынылады дейді. Келесі екінші. Secondly, екіншіден, doing sports or at least exercising twice a day makes better your physical strength. Яғни екіншіден
спортпен айналысу және жаттығу жасау, күніне 2 рет жаттығу жасап спортпен айналысу, бұл біздің физикалық тұрғыда бізге жақсы әсер етеді дейді. Finally, қорытындылай келе, having the right regime of your day is good for your physical and mental health. If you sleep enough, your body gets enough rest and you will be energetic. Қорытындылай келе, денсаулықпен айналысу керек және де режимді сақтау керек. Және аз ұйықтау керек, яғни белгілі бір уақытта ұйықтау керек және де сол ұйқыны, қалай дейміз, аз ұйықтасаң, сен өте энергетик, яғни күні бойы шымыр болып жүресің дейді. Conclusion, ең соңында, give your own opinion why health habits are important in a human life. Яғни соңында бұл жақсы әдеттер, пайдалы әдеттер адамның денсаулығына қандай маңызды дейді. In conclusion, if you do all the healthy things properly, of your life quality will improve. Өзің денсаулығыңды жақсартқың келсе, пайдалы әдеттермен айналыс дейді. Сонымен бүгінгі біздің БЖБ талдауымыз аяқталды. Оқушыларым, келесі БЖБларда кездескенше.